Барлықтарыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен табада дайын болатын 30 минутта пісіп шығатын оңай шоколадты дәмді торт дайындаймыз. Өте дәмді, қолжетімді заттардан жасалады. Видеоны көрмес бұрын, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осындай керемет рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Ең алдымен кастрюлемізға сары майымызды, құмшекерді және де бал, яғни мед саламыз. Және де газдың астын орташаға қойып, осылай араластыра отыра, толығымен ерігенше осылай ұстаймыз. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Толық еріген кезде үстіне ас содасын салып, тоқтаусыз араластырамыз. Осындай көпіршіген реакция береді. Жақсылап араластырып, осындай қалыпқа келген кезде астын өшіріп, толығымен суытамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Ол үшін алдын ала електен өткізілген ұнымызға үстіне какаоны міндетті түрде електен өткізіп қосып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы массамызды ыдысымызға құямыз, басқа ыдысқа. Үстінен жұмыртқамызды жарамыз біртіндеп. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар. Оның үстінен ұнымызды бірден салып жібермейміз, алдымен жарты бөлігін салып аламыз. Қасықтың көмегімен біркелкетіп араластырып аласыздар. Одан кейін қалған жарты бөлігін салып, алдымен қасықтың көмегімен кішкене ұнымыз араласқанша, одан кейін қолдың көмегімен араластырып, осындай жұмсақ шоколадты қамыр жасаймыз. Қамырымызды алып кішкене ұн себеміз және де 6-7 бөлікке бөліп аламыз бірдей етіп. Қамырды тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ, жасаймыз да бірден кесе береміз. Осы бөліктерді алып, дөңгелек етіп жасап қоямыз да, жайып шығамыз барлығын. Пісіретін табаңыз қандай көлемде, сонымен бірдей етіп өздеріңіздің табаларыңызға сәйкестендіріп кесіп алыңыздар. Жайып болғаннан соң, осылай қақпақтың немесе тәрелкенің көмегімен біркелкі етіп барлығын кесіп шығамыз. Артық бөлігін жинап аламыз да қайтадан қамыр етеміз. Оны да барлығын біріктіріп жаятын боламыз, оны әрлік үшін пайдаланамыз. Барлығын алдына осылай жайып алсаңыздар болады. Және де табамызды алдына ала қыздырып қоямыз, май құймаймыз, ешқандай орташа отта пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған табамызға саламыз, қатты емес орташа отқа қойып, бетіне жабамыз. 2-3 минут өткен соң осындай бетіне көпіршіктер пайда болғанда, екінші бетіне ауыстырамыз. Ол бетінде 2-3 минут пісіреміз, осымен біздің корждарымыз дайын болды. Барлық корждарымызды солай пісіріп шығыңыздар. Келесі кезекте кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін сары майға қант ұнтағын салып жақсылап араластырып алдым. Оның үстіне қойылатылған сүт, яғни сгущенканы да қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл тортқа кез келген крем жарай береді, өз қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Барлық коржымыз осындай болып пісіп шықты. Бір коржды әрлік үшін алып қаламыз, қалғандарын жинайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда осындай кольцоға жинасаңыз болады, жоқ болса өзін біркелкі етіп жинай бересіздер. 2-3 қасықтан кремімізді салып, тортымызды толығымен жинап шығамыз. Кремді жақ болған соң міндетті түрде тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырасыздар. Одан кейін әрлейсіздер, өйткені кремі сіңуі керек. 2-3 сағат өткен соң алып, бетіне осылай қалауыңыз бойынша әрлей бересіздер. Мен коржды қолмен үгітіп, барлық жеріне сеуіп шықтым. Осындай әдемі жұмсақ торт пайда болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Керемет дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей, мен сіздерге барлығын толығымен көрсеттім. Менің арнамнан бұдан бөлек өте көп торттардың рецептерін таба аласыздар. Тегін мастер-класстар бар. Плейлист бөліміне өтіп, торты деген бөлімнің ішіне кірсеңіздер, неше түрлі торттарды таба аласыздар. Міндетті түрде кіріп, көріп, қарап, жасап көріңіздер. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.